егер де шенеуніктер ұсталса, бұл дегеніміз әлі де мемлекеттің деңгейінде елді тонау, жеу, жалпы көзқарастың жойылмағаны. Себебі 30 жыл бойы елді тонау, жеу көзқарасы белең алып отырды. Яғни шенеуніктің санасында. Бір ғана мысал, кез келген аудан әкімдігін алыңыз, жер қатынастар бөлімін алыңыз, сәулет қала құрылыс бөлімін алыңыз. Бір 10 жаңадан келген маманның жетеуі ақша жасау үшін келеді. Ақша жасау үшін келеді. Ол ел үшін, халық үшін қызмет етіп, абыройлы қызмет етіп, өсіп, елдің құқықтық саясатына үлес қосып, құқықты қорғап, жаңағы бір ертең сыбайлас жемқорлықты түбімен жоюға бір үлесімді қосайыншы деген оймен келе жатқан жоқ жастар.